Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын пончиктердің жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады. Оңай жасалады, жылдам дайындалады. Дәмі тіл үйретін пончиктерді сіз де жасап көріңіз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сыйлы қонақтарыңызға ұялмай ұсына берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Сонан соң қантты саламыз. Тұзды саламыз. Ендігі кезекте ашытқыны саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда ашытқысы жасалатын пончиктің жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Келесі кезекте жұмыртқаны саламыз. Ерітілген сары майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сонан соң алдын ала електен өткізілген ұнды аз-аздан салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Мен описанияда жазып қойған ұннан сізде көп немесе аз кетуі мүмкін. Ең бастысы бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығу керек. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Дайын болған қамырдың бетін жабамыз. Бөлме температурасына 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Мінекей қамырымыз дайын. 1 сағаттай тұрды. Үстелімізге ұн себеміз. Қамырымызды қатты жұқада, қалыңда етпей, орташа етіп жаямыз. Қамырымызды жайып алдым. Ендігі кезекте стаканның көмегімен немесе арнайы формамен дөңгелек форма жасаймыз. Қамыр жұмсақ болғандықтан жұмыс жасау ыңғайлы болып келеді. Артық қалған қамырларды қайтадан жайып пайдаланатын боламыз. Дайын болған қамырлардың бетін жабамыз, 15-20 минутқа қалдырамыз. Дайын болған қамырдан пончиктің формасын жасаймыз. Қамырдың ортасын дөңгелек етіп ойып шығамыз. Келесі кезекте сұйық майды қаттырақ қыздырып аламыз. Қатты отта пончиктердің барлығын қызартып пісіріп аламыз. Арасы толықтай піседі, жұмсақ болып шығады. Піскен пончиктерді қағаз майлыққа саламыз. Мінекей барлығын пісіріп дайындап алдым. Енді бетін әсемдеуге шоколадты глазур дайындаймыз. Ол үшін бізге сары май және шоколад керек болады. Қаласаңыз ақ шоколадты пайдаланыңыз. Қайнап тұрған ыстық судың бетіне ыдысымызды қоямыз. Толықтай ерігенше араластырып отырамыз. Мінекей шоколадты глазурымыз дайын. Шоколадты глазурды сәл суытып барып пайдаланамыз. Ыстық кезінде пайдаланбаймыз, әйтпесе ақып кететін болады. Сонан соң пончиктердің барлығын шоколадты глазурға видеодағыдай батырып аламыз. Мінекей пончиктердің барлығын дайындап алдым. Қаласаңыздар пончиктерді осылай қалтырсаңыздар болады. Немесе мен сияқты әсемдеңіздер. Ол үшін кез келген жаңғақты ұсақтап аламыз. Сонан соң кокос түйіршіктері керек болады. Және сгущенка пайдаландым. Қаласаңыз әртүрлі қылып әсемдеуге болады. Ұсақталған жаңғақ пен кокос түйіршігін сүйіп шықтым. Сгущенканы кондитерлік қапшыққа салып әсемдедім. Барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Мінекей достар, өте дәмді, жұмсақ болып шығатын пончиктеріміз дайын. Алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады. Сыйлы қонақтарыңызға ұялмай қоюға болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйретін пончиктерді сіз де жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.